Жыл басынан бері Бесқарағай ауданының әкімі Жарқынбек Байсабаров ауылдық округтерде болып тұрғындармен тұрақты түрде жүздесуде. Жуырда Жетіжар ауылдық округіне қарасты Грачи, Лесной, Жетіжар, Кривинка ауылдарының тұрғындармен кездесіп, 2022 жылдың алғашқы жарты жылдығында жүзеге асырылған жұмыс қорытындысы туралы есеп берді. Аудан басшысы тілге тиек еткен жетістіктерге тоқталсақ, өнеркәсіп өнімінің көлемі 141,1% өсу қарқынымен 710,3 миллион теңгеге орындалды. Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі өткен жылмен салыстырғанда 119,1%-ға өскен. Кездесу барысында көтерілген мәселелердің бірі су мәселесі. Әкім халықпен жүздескен соң аталған нысанға барып тексеріп, анықталған кемшіліктерді жоюды тиісті сала басшыларына тапсырды. Сонымен бірге аудан әкімі жетіжарлықтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Қорыта айтсақ, жетіжарлықтар аудан әкімінің есебін жоғары деңгейде бағалап, жұмысына сәттілік тіледі. Талшын Қалесқар, Әли Сүлейменов, Семей таңы газетінің жаңалықтар қызметі. Көкпекті ауданының әкімі тиісті сала өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында Ділдәбек Оразбаев Көкпекті ауылында жүргізіліп жатқан абаттандыру және тазалық жұмыстарымен танысты. Аудан орталығынан барлық көшелерін тиісті мекемелерге тапсырып, тазалау және абаттандыру жұмыстары күн сайын жүргізу қажеттілігін атап өтті. Көкпекті ауылдық округ әкімінің міндетін атқарушы Серік Байсенгіровке тиісті тапсырмалар берілді. Сондай-ақ қазіргі таңда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандыру мақсатында ауыл шаруашылық өнімдерін жәрмеңкесін өткізу өте маңызды. Осы мақсатта Көкпекті ауданында жәрмеңке өткізілді. Шара барысында сиыр еті 1900, картоп 230 теңгеге саудаланды. Аудан басшысы орынбасары Дәурен Көлгелдинге ауыл шаруашылық бөліміне және ауылдық округ әкімдеріне жәрмеңкеге саудаға әкелінген азық-түлік тауарларын ұлғайту бойынша тапсырма берілді. Дана Дулатқызы, Әли Сүлейменов, Семей таңы газетінің жаңалықтар қызметі. Абай ауданы Қарабұлақ ауылында Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінде айтулы шара өтті. Мектептің 2002 жылғы түлектері туған жерге туынды тік акциясы аясында үлкен игі іс атқарды. Түлектер жазушының бейнесі кескінделген мүсінге демеушілік жасап, сыйға тартқан. Мүсін авторы Шәкәрім университеті өнер және музыка кафедрасының аға оқытушысы Еркебұлан Татиев. Мүсіннің ашылуына байланысты жиынға ауылдың ақсақалдар кеңесі мүшелері, ұстаздар және ата-аналар қатысты. Мүсіннің ашу лентасын қию құрметі Абай ауданының құрметті азаматы Амантай Мұқатаевқа, Қасқабұлақ ауылының әкімі Асхат Амантайұлына және ұстаз Замензайт Медғатұлына берілді. Мектеп директорының міндетін атқарушы Лаура Ғылымбаева түлектері мен Еркебұлан ертісұлына алғыс хат табыстады. Естелік ретінде Мұхтар Әуезов энциклопедиясы сыйға тартылды. Талшын Қалесқар, Әли Сүлейменов, Семей таңы газетінің жаңалықтар қызметі. Балалардың көп қабатты үйдің терезесінен құлап кетті, суға батып кетті немесе із-түзсіз жоғалып кетті деген жаңалықтар саны әзірге азаймай тұр. Кеше Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында жоғалған 3 жасар баланы іздеуге 621 адам квадрокоптерлермен тікұшақ тартылып, ауқымды іздестіру операциясы жүргізілген болатын. Полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, бүгін Ұлан ауданы Таврия ауылында жоғалып кеткен Әділхан Сейсенбай аман-есен табылды. Жедел іздестіру нәтижесінде 3 жасар бала тұрғылықты жерінен 3 шақырым жердегі алқаптан табылды. Қазіргі уақытта бала үйінде ата-анасының қасында. Ата-анасы іздестіруге көмектескен барлық азаматқа алғысын айтты. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр делінген ресми ақпаратта. Ерлан Айқынұлы, Әли Сүлейменов, Семей таңы жаңалықтар қызметі.